Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Жұматаева Шынар Елемесовна, тарих пәнінің оқытушысы. Пән атауы құқық негіздері. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының отбасы құқығы. Сабақтың мақсаты отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар туралы түсінік беру. Бүгінгі сабақтан күтілетін нәтижелер: отбасы және отбасылық қатынастар ұғымы, некеге тұрудың шарттары мен тәртібі, некені тоқтату және оның негізі туралы, алименттік міндеттемелердің туындау негіздері туралы мағлұмат білу. Жалпы, заңдылық мағынада отбасы дегеніміз бұл некеден, туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиелеуге алудың өзге де нысандарынан туындайтын және отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуға септігін тигізетін мүліктік және мүлікке қатысты емес жеке бастың құқықтарымен байланысқан адамдар тобы. Отбасылық құқық отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Неке отбасы құрудың негізі болып табылады. Ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастарды туындататын отбасын құру мақсатымен заңда белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақты неке деп түсінуіміз қажет. Егер неке тіркелмесе де, бірақ ер адам мен әйел адам бірге тұрып балаларын тәрбиелеумен айналысып жатса, бұны да отбасы деп атауға болады. Егер кәмелетке толған балалары ата-анасымен бірге тұрып, оларға қамқорлық жасап, материалдық көмек көрсетсе, бұл да отбасы. Егер кәмелетке толған ағалары мен қарындастары ата-анасыз бірге тұрып, бір-біріне қамқорлық жасайтын болса, бұл да отбасы болып саналады. Жалпы, отбасылық қатынастар адамдар арасында некеден, туыстықтан, бала асырап алудан, отбасына тәрбиелеу үшін бала алудан туындайтын қатынастар. Бірақ отбасындағы қатынастардың бәрі бірдей құқық жөнімен реттеле бермейді. Отбасындағы қатынастар негізінен адамгершілік, ізгілік, өнегелік нормалары негізінде реттеледі. Отбасылық заңнама шарттары ол некеге тұру, некені тоқтату, некені жарамсыз деп тану. Қазақстанда мемлекеттік азаматтық хал актілерін жазу органдарында тіркелген неке ғана заңды неке болып есептеледі. Біздің заңымызға сәйкес неке жасы 18 жас. Ахаж органдары дәлелді себептер болған жағдайда неке жасын 2 жылдан аспайтын мерзімге төмендете алады. Неке жасына жетпеген адамдардың неке тұруына ата-аналарының келісімі бойынша ғана рұқсат етіледі. Оған жүктілік немесе баланың тууы, әскери қызметке шақырылуы, кәмелетке толмағандардың нақты отбасын құруы дәлелді себептердің қатарына жатады. Соның өзінде басқа да дәлелді себептердің болуы мүмкін. Отбасын құру үшін неке жасына жетудің үлкен маңызы бар. Некеге тұрушылар белгілі бір рухани және күш-қуат кемелділігіне ие болу керек. Бұл белгілі бір жаспен байланысты. Некенің тоқтатылуы ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтық қатынастарының тоқтатылуын айтамыз. Неке заңда айқындалған белгілі бір оқиғалардың тууына байланысты немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің не екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады. Некені тоқтататын оқиғалар: ерінің қайтыс болуы, соттың ерлі-зайыптылардың біреуін өлді деп жариялауы, некенің бұзылуы, яғни ажырасу. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 31 бабына сәйкес, егер азамат тұрақты тұратын жерде
3 жыл бойына ол туралы ешқандай мәліметтер болмаса, егер ол өлім қаупі төнген жағдайда, немесе оның өлімі 6 ай мерзім ішінде жазатайым оқиғадан болды деп есептеуге негіз болатын жағдайларда, хабар-ошарсыз кетсе, ол азамат мүдделі адамдардың арызы бойынша сот арқылы өлді деп жариялануы мүмкін. Бұл кезде неке тоқтатылады. Некенің жарамсыздығы және жалған неке. Некенің жарамсыздығы туралы мәселе, егер ол мынадай жағдайларға да қиылған болса, туындайды. Неке тұрушылардың өзара келісімі болмаса, неке жасына жетпеген адаммен некелессе, іс-әрекетке қабілетсіз адаммен некелессе, жақын туыстарымен некеге тұрса, өзге біреумен тіркелген некеге тұратын адаммен неке қиятын болса, бала асырап алушылар мен асырап алынғандар арасында болса, бұл неке жарамсыз болып есептеледі. Жалған неке, яғни отбасын құру мақсатын көздемейтін неке жарамсыз деп танылады. Әдетте, жалған некеге тұру қандай да бір мүліктік құқыққа және игілікке қол жеткізу мақсатында жасалады. Тұрғын үй алу, астаналық қалада тіркелу, тұрақты тұру үшін шетелге көшуді қалау, азаматтық алу, мұраға ие болу, мынадай мақсатпен көбінесе көздейтіні осылар. Ерлі-зайыптылардың көз тірі кезінде неке олар ажырасса ғана тоқтатылады. Некені бұзу ағаш органдарында ерлі-зайыптылардың біріккен және жекелеген ерекше жағдайларда жұбайларының біреуінің өтініші бойынша жүргізіледі. Ал сотта некені бұзу ерлі-зайыптылардың екеуінің бірлескен, сондай-ақ жұбайлардың біреуінің өтініші бойынша жүргізіле береді. Жалпы алименттік міндеттемелер. Алименттік міндеттемелер болып, негізі отбасылық қатынастар болып табылады, ал олардың мақсаты отбасының еңбекке қабілетсіз және көмек қажет ететін мүшелерін асырау болып есептеледі. Кәмелетке толмаған бір балаға ата-анасының айлық жалақысының не өзге де табысының 4-тен 1 бөлігі, яғни ол бір балаға жалақының 4-тен 1 бөлігі беріледі. 2 баламен қалатын болса, онда 3-тен 1 бөлігі, 3 баладан және одан көп болатын болса, тең жалақысының тең жартысы мөлшерінде белгіленеді. Заңда жалақының немесе табысының үлестері ретінде алимент өндіріп алудан басқа ай сайын төленуге тиісті тұрақты ақша сомасын өндіріп алу сияқты алимент төлеудің өзге де тәсілі қарастырылады. Жалпы бүгінгі біз сабағымызда неке, отбасы, жалған неке, жарамсыз неке, алименттік міндеттемелерді қарастырдық. Сабағымыздың қорытындысы ретінде студенттер өздерінің білімдерін бекіту және оны жүйелеу мақсатында терминдер сөздігімен жұмыс жасау керек. Терминдер сөздігіне алимент, яғни алимент дегеніміз не? Латын тілінен аударғанда асырап бағу дегенді білдіреді. Алименттің төлеу тәртібі, ата-анасына баласының алимент төлеу тәртібі туралы білу. Алименттік міндеттеме, неке дегеніміз, некелік шарт, некемен отбасын қорғаудың юрисдикциялық түрін, некемен отбасын юрисдикциялық түрін және патронат сияқты терминдердің мағынасын ашып, сабағымызды қорытындылауларыңыз тиіс. Назарларыңызға рахмет.